Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Мен сіздермен бүгін өте керемет, жұмсақ әрі дәмді болып шығатын, қарапайым қолжетімді заттардан жасалынатын пирогтың рецебімен бөліскелі отырмын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Дәл осы жасап жатқан қамырым, менің бірнеше жылдан бері жасап келе жатқан қамыр, ешқандай YouTube каналынан алынбаған авторлық қамырдың рецебі. Осы қамыр арқылы кез келген салманы салып жасай берсеңіздер де болады. Мен бүгін банапифай сияқты етіп, астына банан төсеп, үстіне қойылған вареный сгущенкамен салма салып жасағалы отырмын. Бір ескертетін жайт, бұл пирогты толықтай суымайынша формасынан алмаңыздар, себебі беті жарылып кетеді, яғни трещина береді. Менің қамырым дайын. Осы дайын қамырды 10 минуттай холодильникке, яғни тоңазытқышқа қойып, кішкене тұндырып аламыз. Енді мұнда бетіндегі салмасын, бөлме температурасындағы қойылған осындай вареный сгущенкамызды алып, жұмыртқамен әбден біркелкі массаға енгенше араластырамыз. Осындай біркелкі болу керек. Және де кішкене ғана жүгері крахмалын қостым. Бұл осы салманың ағып кетпеуіне көмектеседі, яғни крахмал кішкене болса да тығыздық береді. Және дүкеннің қаймағы қарапайым 20%-лық қатты майлы емес. Осындай қолжетімді заттардан жасалынды. Енді қамырымды мен дайындап алдым. 24 немесе 26 кез келген диаметрі жасасаңыздар да болады. Және де бір ескерту, бананды тура салманы салатын кезде ғана турап төсейсіздер. Себебі алдын ала туралып қойған банан қарайып кетеді. Пирогтың ішінде ол сүйкімсіз көрінеді. Сол себептен де дәл салмасы толық дайын болған кезде ғана бананды турап саласыздар. Әркім өз пешінің қызуына қарай пісіріп алады. Осы оразаға да пісірсеңіздер болады, өте керемет. Мынау менің клиенттерімнің видео отчеті. Қараңыздар, бананның ешқандай қараймаған, ішіндегі сол күйінде қалған. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға кеңес беремін. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.